тұрсын тұрайық мына жерден. Обана, Симба ұйықтап отырған жер ешкіммен ісі жоқ. Ал Рекс болса отыр. Чотам Рекс, балға ауламадың ба барып? Джонниді күтіп отсыңдар ма? Джонниді сағынды бұл екеуі бар ғой. Джонни өзі қайда жүр, ма? Тапсырмамен бір жаққа кетіп еді, әлі келмеді ғой. Бір апта болды Джонниді көрмегеніме менің бар ғой. Ағамыз белеуден шаршамайды, как обычно. Содан кейін мен мынадай бір көлігіме гараж соғып қойдым. Типа гараж енді. Тез қолдан соға салдым. Көлігімнің краскасын күн жеп қоймас үшін. Кішкентай қылып қойған сияқтымын. Өйткені бүйтіп зорға кіресің де есігіне зорға отырасың. Ал кеттік. Бұл көлік толықтай дайын негізі бар ғой. Бұнымен уже жарыстарға қатыса берсе болады. Менде бір план бар. Ана ашып қойған сияқты қайтадан жабылып қалыпты ғой. Желмен жабылып қойған сияқты ғой. Былайынан ашып қояйық. Өте берсе братан былайынан тез өтіп кетсе мен шығып кетейін да. Мына тармай істеп тұрғанда біз былайынан алдынан өтіп кете саламыз. Бада болды. Енді маған біректе жарысқан қарсыласымды табу керек та соны көндіру керек. Екінші рет жарысуға ол көнбеуі де мүмкін. Мен оның қай жерде жұмыс істейтінін білемін. Қазір жұмыс орнына барып сөйлесіп көрейікші. Мүмкін көніп те қалар. Ол жігіт менен ұтып алған BMW-ні әлі айдап жүр. Өзім көріп тұрамын жалпы. Сол жарысқан кезде танысып алдым ғой. Міне осы бір жерлерде магазин болу керек. Магазин сыртында көкөніс. Косой, не аласың? Қарбыз, қауын айта бер, любойын берем. Жоқ, аға, еш нәрсе алмаймын. Мен жарысуға келіп едім. Қайтадан жарысың келіп тұр сізбенен. Жарысаяқ дейсің ба? Қандай көлік сенде? Менікі Жигули ғой, ана артта тұрған көккөмбек. Ойбай ау, Косой, сенде Жигули ғой. Менен оз аласың ба? Мен BMW айтайын ғой, сен білесің ғой. Жарайды, Косой, кешкі жақын сөйлесейік. Менің қазір қолым тимей жатыр, жұмыс істеп жатырмын. Кешкі жақын жарысамыз, жарай ма? Кешкі жақын жарысамыз, все, братан, келістік. Кешкі жақын келем ғой онда. Давай, Косой, давай, кел кешкі жақын. Міне менің бұрынғы BMW-м ғана M5. Ё-моё, сағанып қалдым ғой, мә саған. Что-то ескіріп қалған сияқты, бұрындар мен айдап жүрген кезде жап-жаңа еді. BMW, сен мені күт. Кешкі жақын мен сені өзіме қайтарып алатын боламын. Мәссаған, мына жақта полицейскілер не істеп жүр? Бір-бірін қолап жүр ма? Жоқ, ана жақта бандитті қолап бара жатыр екен полицейский. Жарайды, кеттік ендеше кешке дейін не істесек болады? Кешке дейін қалаға барып қайтамын ау деймін. Қалаға барып кішкене гаражға материалдар алып, гаражымды үлкейтіп, әдемілеп соқпасам болмайды әйтпесе. Маған дәуірек гараж керек қой. Ана BMW сыймайды ғой әйтпесе оңайшылықпен дәуге ол. Кеттік ендеше қалаға барайық. Джоннидің үйіне де барып көрейік, мүмкін Джонни үйінде шығар. Джонниді көрмегеніме бір апта болды, телефонына звондасам алмайды мүлдем. Не істеп жүргенін білмеймін, сол жігіттің бар ғой. Мен дейтін қалаға кіріп келе жатырмын. Джоннидің үйіне соға салайыншы, мүмкін Джонни үйінде жатқан шығар. Мынау кім тағы да? Осы кісіден сұрастырып көрейікші. Джонни үйінде ме екен? Сәлеметсіз бе, әпке? Джонниді көрген жоқсыз ба? Сәлеметсіз бе? Джонни деген осы үйдің егесі емес па, я? Ол кісіге айтып барыңыз, болды, ол кісінің үйі жоқ уже. Өйткені бұл үйдің налогын төлемегеніне 2 айдан асып кетіпті. Банк өзіне заңды түрде бұл үйді қайтарып алайын деп жатыр. Сол себепті Джонниға айтып барыңыз, болды, сіздің үйіңіз жоқ деп. Мейлі, жарайды, айтып барам, жақсы, сау болыңыз. Ё-моё, Джоннидің үйін банк алып қойды ма не? Неге 2 ай налогын төлемеген бұл үйдің, Не істеп жүр Джонни? Мен түсінбедім, бар ғой. Жөндеп сөйлесу керек еді Джоннимен. Кеттік ендеше базар жаққа барып қайтайық та материал алайық. Көп ағаш керек маған. Гаражымды үлкейту үшін. Осы жерде неше түрлі материалдар сатушы еді. Оппана, ағаштар қаптап тұр ғой. Мынау маған керек ағаштар ғой. Осы бір қатарын сатып аламау дейме? Жете ме өзі қанша бар мына жерде? Маған бір 20 шақтысы жетеді негізі. Кім сатып отыр бұның сатушысы кім? Мынау кісі сияқты ғой. $20 20-сын аласың ба, ұрым? Онда маған 20 ағаш анау Жигулидің үстіне салып беріңіз, аға. Болды, түсіндім. 20 минут күте тұрыңыз. 20 ағашты 20 минутта саламыз біздер. Мықты екенсіздер. Сонда бір ағашқа 1 минут құртасыздар ма? Мәссаған, жарайды, ендеше күте тұрайын. Дұрыс болды ғой, мына жерде маған арналған ағаштар қалыпты конкретно. Дәу здание не болады екен? Банк па, бір нәрсе болады ғой, жұмыс орны болады ғой, осы жаққа келіп жұмысқа орналаса алсаң вообще керемет болайын деп тұр ғой. Машина айдап шаршап кеттім ғой. Ауылдан қалаға дейін өте алыс бар ғой. Машина айдап жалығып кетесің. Джонни қайда жүр екен? Сол қызық болып отыр маған. Джонниді көрмегеніме бір апта болды ғой өйткені. Сағынып кеттім. Әйтеуір мына жақтың бәрі қаптаған реклама. Іліп тастаған осы рекламадан нормальный адамдар баратын сияқты, Чотам, братан, не керек саған? Айта бер. Ұрмай, мынауың жынды ма? Братан, мен саған не істедім, кетейік. Баяу ұрмасаңызшы, аға, сіз үлкен кісісіз ғой, қойсаңыз сондайыңызды. Мен сізді ұрғым келіп тұрған жоқ, шынымды айтайыншы. Аға, қоя салыңыз деймін. Ойбай, қоймайды екенсіз. Мен негізі үлкен кісілерді ұрмайтын едім. Сондықтан қой, тиіспей-ақ қойық мынау кісіге. Братан, Чотам, болдың ба? Жинап тастадың ба? Болдым, алып кете бер, болды. Каспиймен жібере сал ақшаны. Все, болды, Каспиймен жібере сал. Мен яқта біреу қолап келе жатыр. Білмеймін неге қолап келе жатқанын. Көлігіме отыра алмай жатыр мен яқта дейтін. Ыңғайсыз болып жатыр, ана жағынан отырып көрейінші.
Кешір, братан. Ой, сен отырдың көлікке. Мен саған қаланың ішінде де өте қауіпті екен ғой. Бандиттер жетеді екен ғой. Ё-моё. Бұл жақта негізі банда деген көп. Ағаштарын құлап қалмаса болды, сындырып алмайын. $20 ғой. Не дегенмен. Бірақ ақшасын да берген жоқпын ғой. Каспиймен жере сал деді, Каспиймен жере салармыз кейін, иә? Көлігімнің асты жерге тиейін деп жатыр. Мынау ағаштар соншама ауыр ма? Ё-моё, бұзылып қалыпты ғой амортизаторлары. Ауылға барайық тездетіп. Кеш болып кетер, тағы да кешке маған жарысқа бару керек қой. Ана BMW-мен жарысып, BMW-ні қайтарып алу керек қой. Ауылымды сағындым деп ауылға да келдік ал. Ох, ё-моё, менің гаражымның шифры ұшып кетіпті ғой. Мәссаған. Жөндеп байламап әлі ұшып кетті. Жарайды, мынаның бәрін бұзу керек те қайтадан жаңадан соғу керек. Мәссаған, көлігім шаң-шаң болып кетіпті ғой. Ал кеттік, жұмысқа кірісейік ендеше. Бітірдім ғой, әйтеуір гаражымды соғып. Ай, кеште батып кетті ғой өзі. Ё-моё, қазір жарысқа бару керек. Болды, бітті, нормальный. Керемет гараж болды менің ойымша. Және де жерден биік тұрады. Қазір көлігімді бірінші рет кіргізіп көрейін. Гаражым құлап қалмайтын шығар деп ойлаймын. Ал артымен кіргіземіз ғой біз бұндай гараждарға. Мынаған екі машина сияды енді. BMW-ні ұтып алсам, қасына BMW-ні де қойып қойсам болады. Хоппана. Мәссаған, не деген керемет гаражна. Ё-моё, болды. Бұл гаражға кейінірек андай жабылып ашылатын есік істеп қою керек. Өзі істелінетін бәрі автоматический. Кейін ау тесіктерін бәрі жамау керек. Су кірмейтіндей қалып тұрып. Ең бастысы күн түспейді. Болды, кеттік, қой құрсын, жарысқа барайық, кеште батып кетті ғой. Анау адам қазір кетіп қалар үйіне тағы да. Сөйтіп BMW-мді ұтып алайын да гаражыма екі көлік әкеп қоймайын ба? Біздер дейтін жарысымызды бастайын деп жатырмыз. Мына жақта қарсыласым келісті, короче, өзінің BMW-сін тиетін болды, ал мен Жигулимді тігетін болдым. Короче, мен сені по-любому айырам деп тұр ғой мынау. Че там, братан, дайынсың ба? Давай, кеттік, бастайық па, көп созбай. Все, қазір отырып алайын көлігіме, күте тұр. Ал, көкесін танытамыз. Менің Жигулимде қандай мотор тұрған білмейді ғой, сәл-сәл артқа қарай жүрейік. Болды, тура тұрған сияқты ғой, иә. Турбированный двигатель ғой менде. Ол білмейді ғой не дегенмен. Давай, братан, 3 сигнал берем, бастаймыз. 1, 2, 3, кеттік. Ох, ё-моё, оныкі бірінші бастады. Не дегенмен BMW-ға ода. Моторы да жақсы оныкі, бірақ мекі жетіп алу керек. Турбированный двигатель ғой. Анау неге ирелеңдеп жүр, мен соны түсінбедім. О, закат вообще керемет. Мына жерден қазір дрифтовать еттір, осып кету керек. Мен бұл көлікті Жигулиді біраз тюнинговать еттім. Давай. О, айналып кетті. Шансты қолдану керек. Мен саған анау асықты да аварияға түсті. Асыққан шайтаның ісі екенін білмейді ғой. Все, болды, озған сияқтымыз ғой. Анау точно жете алмайды енді. Мен саған асықпау керек еді, оған нормально жарысатын еді. В общем, осы аэропортта бір круг айналуымыз керек. Болды, ұттым мен. Анау жетейін деп отыр ғой. Осып кетпесе бұл. Жоқ! Соңында қалып қалдым ғой мен. Мынау дұрыс болмады ғой. Мүлдем ойдағы да болмады ғой. Мәссаған. Сонда мен не мұны Жигулиді де ұтылып қалдым ба не? Косой, айттың ғой мен саған қалып қаласын бәрібір деп. Сенікі Жигули, менікі BMW-ға қоймайды екенсің. Жарайды онда. Көлігіңді бер, күлішіңді бер, айдап кетейін ендеше. Жарайды, братан, мейлі, міне күлішіңді ал. Давай, жолың болсын, не дейміз. Бірақ мен тағы да оралам, тағы да жарсамыз, братан, қорықпа, Мейлі, Косой, кез келген уақытта келе берсе, сөйтіп сен көліктеріңді ұтыла бересің ба? Мен жинай берем, маған бәрібір. Өкінішті ұтылып қалғаным бұлайнан. Жарайды, братан, мен қайттым ендеше үйге, вообще настроение жоқ менде. Ал, давай. Давай, Косой, апарып тастайын ба? Жоқ, керек емес, өзім қайтам. Ё-моё, давай, Жигули, мен сені біраз сәндеп, біраз тюнинговать етіп едім, бірақ ұтылып қалдым, ё-моё. Жарайды, еш нәрсе етпес. Тағы да жұмыс істеп, вообще керемет көлік алам да, екі көлікті де қайтарып алам. BMW-ні де, Жигулиді де. Мына жерде барға барып бір нәрсе ішіп алам, мынау деймін, мен суыма айтпесе шөлдеп кеттім. Маған негізі бір ақшасы көп жұмысқа орналасу керек еді, сөйтіп бір вообще Lamborghini-ма қатты жүретін көлік алу керек. Қандай ақшасы көп жұмыс бар екен, Осы кафеге официант болып кіріп жұмыс істеймін ау деймін, бірақ официанттың айлығы көміз, Джонни? Джонни, салам алейкум, братан, че там не ағып мына жерде? Кісі, қалай жағдай? Мен кішкене ішіп алып едім, түсінесің ғой? Түсінем ғой, Джонни, че там не болды? Айта берсе, үстіңе немене бәле болған? Қанған ғой. Осымен барлығы бітті, Косой. Хайзенбергтен құтылдым мен. Хайзенберг деген кім ол? Сен танымайсың ғой, өкінішке орай. Жарайды, Косой, кеттік, үйге қайтайықшы.
Давай қайтсақ қайта, ё-моё, жүріп кеттік. Косой, сенде машина жоқ па не? Джонни, жаңа көлігімді ұтылып қалдым мен. Әйтеуір сен ұтылатты жүреді екенсің. Жаяу қайтамыз ба не енді ауылға? Басқа амал жоқ, қазір такси ұстайын десем, қалтамда бір тиын ақша жоқ. Менде де ақша жоқ. Онда жаяу қайтамыз онда. Жаяу қайтсақ, жаяу қайтайық. Денсаулыққа пайдалыға жаяу жүрген. Содан кейін Джонни, жаңа сенің үйіңе барсам, банк үйіңді алып қойыпты ғой, білесің ба оны? Алса ала берсін, ол үй маған керек емес. Неге керек емес? Ол үйді Хайзенбергтің бүкіл бандасы білет, маған ол үйге барған өте қауіпті. Ойбай ау, Джонни, немене бәле, қандай банда тағы да? Не істеп қойдың сен оларға? В общем, сол банданың бастықтарын өлтірдім ғой мен. Джонни, енді сен не істейсің? Ауылда тұрасың ба? Иә, әзірге ауылда тұра беретін шығармын, басқа тұратын жер жоқ қой менде енді.